Assalomu alaykum kanalımızın görüşleri. Mineki bugün 9 mart sanesi 2026 жылдың baharda kirib keldi. Endi kunlar aslen жылып atibdi. Nal yegu mavsumi boshlandi. Kegeyli Shredder'de Asamadinning nal atsına geldik. Bu yerde nal yegu sırlari hamda nalning baholari qanday bo'lib atibdi. Bu o'zlarimizda yetishtirib atgan nallarning boshqa chetdan kelgan nallarga qaraganda farqlari haqida bugungi videoda ko'rib o'tadigan bo'lamiz. Al videoga bir dana like basın, подписка баспаған болсаңыз, әлбетте подписканы басың. Мен осы жерде бір подписчиктеріме өзімнің рахметімді айтып жібергім келеді. Себебі қолдап қуатлап атырсыз, рахмет. Лайк басып атырсыз, комментарий жазып атырсыз. Осы видеоның астында бір жақсы комментарийларды жазып, лайклерді басып, осы видеоны баққа қызығатын танысыларыңызға бір жіберіп, қолдап қуатлап отырсаңыз, жүдә жақсы болар еді. Ал онда видеомызды баслаймыз. Асамаддин осы жерде енді қандай налдың түрлерінен бар бір қатар халқымызға таныстырып өтейік. Assalomu alaykum barchaga. Бұл жерде әртүрлі мейве нәллеріміз бар. Бұл жерде мейве нәллерімізді бірме-бір таныстырып өтсек, онда алма. Баслайық. Bu yerде алманың да бір 6 сорты бар. Алмалардың ертепсер, қант алма, гала, семеренкі, 5 жұлдыз, голден, кандел снап бар, семеренкі алмаларымыз бар. Бұнан тысқары арғы тарапқа өтетін болсақ, Айжинес, бұл жағымызда алмұрт нәллеріміз бар. Алмұрт нәллердің 4 сорты бар. Бірінші ер тепсетін сары көзді алмұртымыз. Бұл июн айында піседі. Июнның 10-15-леріне пісіп баслайды. Арғы тарапларымыз болса, июлының басына пісетін ламшық алмұрт. Бұлар сап-сары болады. Қатары сол қатармен бірге пісетін подарочный алмұртымыз бар. Сосын ар жағында кеш пісер алмұртымыз қып-қызыл болады. Сентябрьдің 20-ларына пісетін нәшуәті алмұртымыз бар. Бұл сақлайтын алмұрт. Бұлар 2 жылдық болсын да алма? Бұлар 2 жылдық, 3 жылға қарап жатыр. Енді құда қалесе 1 жылдан соң бұлар мейве отырып бастайды. 1-2 мейве беріп бастайды да. Бұл жерде нәллеріміздің барлығы сабылған, гарантия. Келген адамдарға қопарып беріп жібереміз. Егуге тайырлап, қырқып береміз да. Енді Асамаддин сілерде егіп беру қызметлері бар ма? Көп адам жұмыста болады ғой. Егіп беру қызметін жолға қойғанбыз. Енді доставка, бұнан тысқары доставка қызметлерімізде де бар. Барлық районға жіберіп жатырмыз. Салып жіберуге болады машиналардан? Машиналардан салып жіберіп жатырмыз. Арғы тарапымызда шабдал бар. Шабдалдың да бір 3 сорты бар. Бірме-бір көріп бара берсек, не анан жүрсек, не анан барамыз ба? Бұл жерде шабдал нәллеріміз. Шабдал нәллерімізден 3 сорты бар. Анжер шабдал бар, Элберт Лала бар, һәм Нектарина. Элберт Лала июлының 20-ларына пісіп баслайды. Нектарина болса, бұдан ертелеу түгі жоқ, июлының ақырына, июлының басына піседі. Анжер шабдалым сол қатары піседі. Мына ар жағындағылар сондай басқа шабдал мамалар? Олар ар жағы Нектарина, арғы тарапымыз болса, қареліге өтеміз. Бұлардың бәрі 2 жылдық гүллей береді биыл бахарда. Енді шабдаларымыз, мына 2 бөртіклері барлығы құда қалесе сол жыл орында қалса мейве береді. Биыл кейінгі жыл биыл егілсе, қопарып орнып көшсе, кейінгі жыл 1,5 мейве береді. Биыл бірінші жыл гүлін түсіреді да бұлар. Бұл тарапымызда болса, қарелілер бар. Қарелінің де бір 4 сорты бар. Көк сұлтан деген қарелі бар. Ертепсер, черешня қареліміз бар. Сосын Вертон деген қареліміз бар. Сопақ қареліден болатын болса, қауын қарелі, испанский. Сосын Райым Бектория деген гүзпсер, сопақ қареліміз бар. Бұлар августта піседі, һәм сентябрдің 25-леріне пісіп қалатын қарелілер. Енді Асамаддин бұл нәллердің шеттен кіріп келіп атқан нәллерге қарағанда парқы қандай, өзің бір түсіндіріп берсең соны? Сырттан кіріп келген нәллерге парқы бұл өзіміздің ықылым шариатқа масласқан. Ысысына, суығына. Бұл сырттан кіріп келген нәллерге қарағанда бұның көгерушілігі жоғары. Себебі сырттан кіріп келген нәллер айырымлары барлығы емес, айырымлары күздің күні қопарылып тастаған нәллер. Күздің күні қопарылу нәтижесінде олар баулап акөпке салады. Олар хапте давамында біздер бетке келеді. Бұяқ бетте және көміп тұрады. Базар барады. Базар барғанмен барлық нәллер өтпейді. Өтпеген себебі
олардың көгерушеңлігі ана базардан мына базарға бару нәтижесінде олар халық алады, алғанменен нәлерінің көгерушеңлігі жүдә бір айтарлық дәрежеде болмайды, төмендеп кетеді. Көгерушеңлігі пәсейіп кетеді. Тамыр кеуеді да. Тамыр кеуіп кетеді. Тамыр кеугеннен бетер суық ұрады. Окопке жаңағыдай баулап қойған нәлдің қайбірі арасында боздық болып қыс айында суық қар дегендей барлығы көгерушеңлігін төмендетіп жібереді да бұлар. Мына жерде сені келеді, атыстан өздері қалегенше сайлап жүріп қопарып ала береді. Bu yerге келеді, айтқан сорт айтқандай болып шығады. Бұл жердегі нәлерімізді барлығы келген уақытта мына нәлді қопар десе, мына нәлді қопарып, сол уақыттың өзінде кесіп, таярлап, егу тәртібінде үйретіп жібереміз. Енді бұлай объемға фермер ағалар, бақ жаратаман, үлкен деп атқалар аса нәл жетеді ғой, табылады, иә? Бұл жерде нәл көп. Енді фермер болсын, сол тамарқа жерлерге болсын, келісіп нәлерімізді бере береміз. Бұл жердегі нәлеріміз, ал мына тұрған нәлеріміз еріклер, бұлар шақасында қақ болатын нұқыл ерік. Піскен шекем сол шақасында тұрады. Сосын егер алмасаңыз, шақасында өз қаққа айланады. Қазір базарда ең алды еріклердің бірі. Сосын майский нұқыл бар, ең ерте пісетін. Арғы тарапымыз, бұлар нұқыл ерік. Арғы тарапымызда майский нұқылдар бар. Бұлар майдың 20-25-леріне піседі. Сосын үшінші сорт бар, бұлар күз пісер. Күзде сентябрьдің 20-ларына октябрьдің басына қарай піседі. Сонда бұлар ғой басқа сорт, иә? Мына тарап майский нұқыл. Сондай. Еріктің түрі көп екен, иә? Еріктің сортынан бар. Бұл жерде барлық нәлеріміз гарантия, сабылған, жабайынан берілмейді. Енді жүзім сорайды көп, адам har видеода жүзім бар ма, жүзім ашасыз ба Құда қаласа енді? Құда қаласа еле жүзімді ашып бардық, енді марттың 21-нен кейін ашамыз, барлық суықты өткеріп болғаннан кейін. Жүзім сәл нәзіктеу болады, жүзім майға дейін ексен көгере береді. Бірақ бұл нәлеріміз ертең жапырақлап кеткеннен кейін көгерушеңлігі төмендеп кетеді. Соның үшін қазіргі уақытта бұларды еле оянбай тұрып, меуе нәлеріміз егіп қалған ең жақсы мақсатқа муафиқ болады. Жапырақ салмай тұрып егілсе, жүдә жоғары дәрежеде көгереді, иә? Бұның көгерушеңлігі қазір ұйқы уақытында, қазір алып апарып егілсе, бұл нәлеріміздің көгерушеңлігі жоғары болады. 10 түп нәл ексен, 9 түбі көгереді. Жер жақсы болса, жері ісілеу беріліп тұрған болса, нәлге қазіргі уақытта 100% гарантия. Ал мына қараң, енді мына еріклер әзір гүллеуге тайын тұрып меніңше, иә, Самат? Бұл нәлеріміз қазір күн жылысы дәрі гүллеп, жарпақлауға тайын тұр. Бұл нәлерімізді енді нәлдің нәлі бар. Мысалға сапқан кезде 10 түп нәл сапсаң, 10 түп нәлден енді 80%, 90% нәл тұтатты сабы біздерде. Енді бұлардың арасында тұтпай қалар болады. Бұларды біздер халыққа сатылмайды. Бұлар алынып қалынады да өздеріміз. Тек сабылған сенімдесі беріледі. Сенімді нәлі беріледі. Бұл жерде нәлде енді бұл қырқылғаннан кейін мысалға мына нәл тұтпай қалған. Бұл жабайы екені анық белгілі болып тұрыпты. Бұл нәлдер мысалға айрым адамлар осындай нәлдерді апарып базарға барып нұқыл ерік деп те сата береді. Бұл нәлдеріміз барлығы айланғанда. Мына нәлдеріміз жабайы нәл. Жабайы нәл өзіңіз білесіз майда. Көрімсіз һәм шырайсыз болады. Оны жеп берекет таппайсың. Оны өзің айырып бересің, иә? Бұны өзім айырып беремін. Бұл жерде нәлеріміздің тек оригинал, ең жақсы сорттағы сабылған нәле беріледі. Енді Асаматтин бұл жердегі нәлелердің бағалары қандай отырыпты, подписчиктерімізге көріп отырыпты, Айжаназдың атынан келсек, арзалау аламыз деп отырыпты. Арзалау болып бересің бе? Қандай қылып бересің? Енді бұл жерде биылғы сенамыз 15 мыңнан өткен жылғы сенамен бірдей, 15 мыңнан 25 мыңға шейінгі аралықта сатылады. Енді сенің атыңнан сорап келсе, скидка болады ғой. Арзалау қылып бересің. Арзалау қылып бере береміз. Енді мына нәлді жетістірудің өзі де аңсат емес. Қазір 2 жыл давамында минет қыласыз ғой бұған, істейсіз, иә? Бұл нәл көгеріп ұсы дәрежеге келемен деген шегім біздері 2 жыл минет етеміз. Һәм ұсы дәрежеге келіп, халыққа тайын нәл қылып шығару өзі болмайды. Бұл бала тәрбиелағандай машақатлы талаптың біреуі. Енді меніңше нәлілер бақасына лайық деп ойлаймын. Өзлеріңізде өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Дым қымбат емес. Қолайлы бақада қылып беріп жатқан екен.
Астына телефон номерлерді қалдырамыз. Бұл Төмендегі номерлерге жерде байланысып. Ажинес Аха. ең басты нәрсе сыпат. М, Бізде сыпатқа істейміз. Сапа, я? Нәлдің көбіне емес, нәл бірінші нәубетте сыпатлы нәлілерді халыққа ұсыныс ету. Біздің басты мақсатымыз сол. Ал енді мына жақта да нәлілер көп екен, Асаматдин. Бұлар сатыла ма енді, тайын ба бұлар? Бұл жақтағы нәлілеріміз елі тайым болған жоқ. Бұл нәлілер барлығы өзіңіз көріп тұрғандай сабыл тұрды. Бұлар август айында сабылды. Бұлар шаңғалаққа, тұқымға сабыл тұрды. Бұл Құда қаласа осы жылдың күзінеге дейін, ертең қырқылады, сол күзінеге дейін тайым болады. Бұл жерде енді әртүрлі сорттағы нәлілеріміз бар. Арғы тарafымызда алма, алмұрт, ері, қарелі, шабдал, шие де бар. Құда қаласа 26-ға шие нәлілерімізді шығады. Бұлар пакет байлап қойғанлардың бұлар не қылған сабылғанлары осында, я? Ава, бұл әзіргі моментте жабай, бұл сабылып тұрды. Құда қаласа салынған бөртік, мысалға біреуін көрсетсем, мысалға салынған бөртік, не? Салынған бөртік, бұл көгеріп шығады, бұл мынадан қырқылып тасталынады. Мына шыққан бөртік мәдени болып шығады. Асты жабай, үсті беті мәдени нәл болады. Миво шақадан сабылаты оларсында, я? Сорт-сортқа сабылып тұрды. Ал Асаматдин, енді бұл нәлілерді басқа райондардан сұраса жеткеріп беру қызметлері бар ма? Ава, Ажинес, бұл нәлілерді біздерден Ауғанстанға, басқа районларға жеткеріп беру қызметлерін жолға қойғанбыз. Бұнан тысқары бақ егіп беру, әмде баққа форма беру, обрезки қызметлерін де жолға қойғанбыз. Ал каналымыздың көрушілері, сілерге де осындай қызметлер керек болатын болса, төмендегі номерлерге арқайын байланыстаңызлар болады. Асаматдиннің нәл атысының мәнзіліне келетін болсақ, бұл тарифіміз Кегейл тариф болады. Бұл жерде мінекей салма деп айтады. Мінекей Ақтұба деген жазу көрініп тұрды. Бұл тарифіміз Шымбай, Нөкіс, Қалқабат тарифтен келе беріс болады. Осы жерде салма деген жерден бұлай қарап 100 метр жүрсеңіз, Асаматдиннің нәл атысы болады. Ал бәршеңізді осы жерге шақырып қаламыз. Мінекей Асаматдиннің нәл атысын бірқатар айланып, қолдан келгенше мағлұматларды беріп өттік, бағаларымен таныстырып өттік. Осыныңменен бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Амандықта көріскенше, қош сау, саламат боласылар. Ал амандықта көрсек достар.